Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін фикус лирата деп аталатын сорт жайлы ақпарат болады. Фикус лиратаның отаны Батыс Африка. Табиғатта ол 15 метрге дейінгі ағаш болып өседі, ал үй жағдайында 3 метрге дейін өсетін болады. Фикус лирата деп аталуының себебі музыкалық лира деген инструмент бар. Міне сол инструментке гүлдің жапырақтары ұқсайды. Сондықтан бұл гүлді фикус лирата, фикус лиравидный деп атайды. Фикус лирата өзінің бұдырланған, орысша айтқанда рифленый жапырақтарына қарап өте танымал. Қазір алғашында емдік қасиетте көбейтілген екен, ал қазіргі уақытта мекемелердің әдемі интерьерін келтіру үшін, сәндік үшін бұл гүлді өсіріп жатады. Басқа гүлдер секілді лирата гүлі суаруға, жақсы топырақта өсуге, қосымша тыңайтқыш пайдалануға және қажетті жағдай жасауды қажет етеді. Кез келген бөлме өсімдігіне күтім қажет жеткілікті деңгейде. Міне осы күтімді дұрыс жасай алсаңыз, фикус лирата гүлі сіздің үйіңізде құлпырып әдемі болып өсетін болады. Фикус лиратаның жаңадан шыққан жапырақтары ашық, бетінде қоңыр түсті точкалар болады. Оны ешқандай зиянкес немесе ауру деп ойлап қалмаңыз. Қанық жасыл түске айналады да, қоңыр түсті нүктелердің өзі кетіп қалатын болады. Лирата гүлінің күтіміне келсек, ең бірінші дүкеннен сатып алған кезде температура жағдайына мән беріңіз. Температура 16 градус пен 27 градустың аралығында жылылықта тұру керек. Жалпы лирата гүлі ыстық жерде тұрғаннан көрі салқын жерде тұрғаны дұрысырақ. Мысалға, терезенің алды 18-20 градус болса, жақсы өсетін болады. Фикус лирата гүлін қатты күн сәулесіне қоймайсыз, тікелей күн сәулесі болмайды. Оңтүстік терезе болса, терезеден 1 метр ара қашықтықта тұру қажет. Солтүстік немесе батыс, шығыс терезелер болса, терезе алдына қойсаңыз болады. Суару. Фикус лирата гүлі суарғанды жақсы көреді, бірақ бұл шылқытып көп су құйып қою деген сөз емес. Мысалға, сіз топырақ деңгейін қарап тұрасыз. Топырақтың беткі бөлігі құрғаған болса, міндетті түрде суарасыз. Және суарған кезінде арасында топырағыңыз құрғап тұрғаны жөн. Қатты құрғап кетуге де болмайды, әсіресе жаз айларында, себебі тамырлары кеуіп кетіп, жағдайы нашарлап өліп қалуы мүмкін. Қыс айларында аптасына 1 рет суарсаңыз болады, жаз айларында 3-4 күнде бір суарсаңыз жарайды. Суаратын суыңыз міндетті түрде жылы, бөлме температурасының жылы болу қажет. Краннан суды құймайсыз. Міндетті түрде 2-3 күн тұндырылған суды құясыз. Немесе үйлеріңізде фильтр болса, фильтрден тікелей су құя беруіңізге болады. Ауа ылғалдылығына келер болсақ, лирата гүлі ауаның жоғары деңгейде ылғал болғанын қалайды. Мен күнде су шашпаймын, арасында жапырағын сүртіп тұрамын. Жалпы күнде су шашамын деп айта алмаймын, бірақ менің үйімде, үй жағдайымда керемет болып өсіп тұр. Жапырақтарының еш жері сарғайып жатқан жоқ. Менде цион атты тыңайтқыш бар, дайын, сондықтан мен отырғызу барысында тыңайтқыш салдым. Қазір тек қана суарамын. Міндетті түрде бөлме температурасынан жылы суды, егер су мұздай болса, міндетті түрде газға жылытып алып, жылы суды құямын. Тыңайтқышты сіз декоративті жапырақтарға арналған тыңайтқышты пайдалансаңыз болады, немесе мен сияқты дайын цион, осмокот бірден салып жіберсеңіз, сіз тек қана суаратын боласыз, әрі қарай керемет өсе беретін болады. Лирата гүлінің топырағы ауа су өткізетін өте жеңіл болу қажет. Өзіңіз қолмен жасасаңыз болады, немесе дайын фикустарға арналған универсалды топырақты алсаңыз болады. Қазір дүкендерде сыртын әдемі қылып, бірақ ішіндегі кәдімгі чернозем сияқты нашар топырақ болуы әбден мүмкін. Сондықтан топырақ таңдау барысында өте мұқият болыңыз. Топырақтың жағдайы жоғары деңгейде болсын, соған мән беріңіз. Егер топырақ нашар болса, онда өзіңіз қолдан жасағаныңыз дұрысырақ болады. Қазір дүкендерде огородник немесе терравита деп аталатын топырақтардың жағдайы өте жақсы. Осы топырақтарды алуға кеңес беремін, және қосымша
қопсытқыш қоссаңыз, шегегім қоссаңыз өте жақсы болады. Отырғызу барысында древесный уголь пайдалансаңыз, сіздің гүліңіздің тамыр жүйесі шірімейтін болады. Фикус лирата гүлін сатып алып келгеннен кейін үй жағдайында міндетті түрде карантинде ұстайсыз, яғни басқа гүлдеріңізден бөлек басқа бөлмеге немесе терезе алдына бір аптаға дейінгі уақытта үй жағдайында ұстасаңыз болады. Үй жағдайына үйренсе адаптация өтеді. Сосын барып тамыр жүйесін ашып қарайсыз. Егер тамыр жүйесі толық горшокты толтырған болса, онда 1-2 сантиметр үлкен болатын горшокқа отырғызасыз. Ең маңыздысы тамыр жүйесін тексеріңіз. Тамыр жүйесі шірімеген бе, астыңғы тамырлары әппақ па, қарайған, шіріген жері жоқ па, соның барлығына мән беріңіз. Егер қарайған, шіріген тамырлары болса, қайшымен қиып тастап алып тастағаныңыз жөн болады. Жақсы жеңіл топыраққа отырғызғаннан кейін суарып, жақсы жарық әрі жылы жерге қоясыз. Подоконник қатты салқын болмасын, асығыс болмаса, ауырып тұрмаса, ешқандай белгісі болмаса, көктем айларында, наурыз, ақпан айларында пересадка жасағаныңыз жөн болады. Қатты үлкен горшокқа отырғызбаңыз, топырағы көп болып шылқып кетіп, тамыры шіріп кетуі мүмкін, әртүрлі жағдайлар болады. Бірінші уақытта пересадка жасағаннан кейін гүліңіз ең бірінші тамыр жүйесіне жұмыс жасайтын болады, яғни горшокты тамыр жүйесі жайлап алуға тырысады. Сосын барып тамыр жүйесі нақтыланғаннан кейін жапырақ шығарып сізді қуанта беретін болады. Фикус лирата гүлін қалай көбейтуге болады? Сабақтан қиып алып тамырлату арқылы көбейтсеңіз болады. Үй жағдайында суға немесе бірден топыраққа тамырлатуға болады. Егер көктем айларында тамырлатсаңыз, жақсы тамырлайды. Егер қыс айларында тамырлатсаңыз, салқын жерде, жарық жетіспеген жерде тұрып қалса, онда шіріп кетуі әбден мүмкін. Сондықтан мезгілге қараңыз. Лирата гүлінің аурулары және зиянкестеріне келсек, дұрыс күтім жасалмаған жағдайда кез келген ауруларға алып келуі мүмкін. Тамырының шіруі, тағы да басқа аурулар көбейеді. Және зиянкестерден, ол басқа гүлдерден шығуы мүмкін. Ол тля, щитовка, паутин, клещ, трипс. Уақытылы, ең болмағанда айына 1 рет кез келген инсектицидпен, яғни өңдеу жүргізіп тұрыңыз. Зиянкестің болмауының алдын алып тұрыңыз. Әрқашан өткізіп алғаннан алдын алған жақсырақ. Сондықтан алдын алу процедураларын өткізіп тұрғаныңыз жақсырақ болады. Міне фикус лирата жөнінде білетін ақпаратымның барлығымен бөлістім. Егер менің берген ақпаратым пайдалы болса, міндетті түрде бағалап кетуді, комментарийда ойыңызды, пікіріңізді білдіріп кетуді ұмытпаңыз. Менің Instagram каналыма жазылыңыз және осы YouTube каналыма жазылыңыз. Жаңа видеолар, жаңа жаңалықтар міндетті түрде болады. Рахмет, сау болыңыз.